адамдар қазіргі соңғы уақытта байқасақ, бір-бірін қорлауға, бір-біріне түрлі қысым көрсетуге бейім. Жалпы қазіргі осы 21-ші ғасырдың ең бастысы былайша айтқанда ауруына айналған сияқты. Табиғи түрде ол адам өзін қорланғанын сезінеді. Енді агрессорлердің сол қысым көрсетуге баруына көбінесе не түрткі болады сонда? Агрессор ол жалпы өзінен өзі агрессор болмайды ғой. Ата-анамен қарым-қатынасы дұрыс болмауы мүмкін. Бұған психологтардың тым көп болып кеткендігі әсер етеді деп Ол ойлаймын. да әсер етеді. Жалпы осы буллингке тап болатын кезең ол 3-ші сынып менен 8-ші сыныптың арасы. Ол шешімнің бәрін шығаратын сіз. Елімізде балалардың 85%-на жуығы түрлі буллинг пен кибер қысымға ұшырайды екен. Тіпті соның кесірінен өздеріне суицид жасайтындардың да қатары көп. Жалпы буллинг ұғымы қалай пайда болды, оның популяризациясының артуына не түрткі болды? Осы және де өзге де сауалдарға бүгін жауап алатын боламыз. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл біз Жанбасақ. Бүгінгі студиямыздың қонағы Зарина Анарбекқызы. Зарина ханым, қош келдіңіз. Олай болса, бірден сұрақтарымызға көшейік. Ең бірінші, жалпы неліктен адамдар қазіргі соңғы уақытта байқасақ, бір-бірін қорлауға, бір-біріне түрлі қысым көрсетуге бейім. Мұның артып кеткеніне не себеп? Армысыздар, бүгінгі осы тақырыптың талқыланып отырғанына қуаныштымын. Өйткені қазіргі кезде шынымен де сіз айтып отырғандай, әлімжеттік көрсету, яғни ғылыми тілде буллинг деп атап кетті. Осы белең алып жатыр. Біздің елде әсіресе ол тек қана жаңағы әскери буллинг емес, мектеп кезінен басталатын, тіпті кейбір балабақша бітірушілерінен басталып жатқан көрініс. Жалпы буллинг деген сөздің өзі шығу тегі осы Америка елдерінде тараған 1979 жылдан бастап. Буллинг деген ол дөрекілік, яғни қорлау немесе ғылыми тілде айтқанда дискриминация. Яғни жақсы, енді осы буллингтің түрлеріне тоқталып кетейікші. Оның қателеспесем ғылыми түрде 4 түрі бар. Ол 4 түрінің анықтамалары жалпы қай ортада, қандай кезде көбірек тап болып жатады, сол жайында шамалы түсіндіріп өтсек. Жалпы буллингтің 4 түрі бар. Ол жаңағы жыныстық қорлау, сосын экономикалық қорлау, және де 3-ші түрі кибербуллинг, негізгі 4-ші түрі кибербуллинг және сөзбен қорлау, иә? Бұл 4 түрдің жалпы терминнің пайда болғанын барлығымыз білеміз. Әсіресе соңғы уақытта кибербуллинг деген өте қатты дамып. Ол кибербуллинг деген негізі өзі аты айтып тұр ғой. Кибер жалпы қазіргі осы 21-ші ғасырдың ең бастысы былайша айтқанда ауруына айналған сияқты. Өйткені барлық нәрсе ақпараттық тұрғыда болып жатыр, шабуыл жасау, қорлау. Ол ең бастысы бірінші кибербуллингтің өзінің түрлері бар. Ол мысалға алатын болсақ, әлеуметтік желілер арқылы, email, почта арқылы неше түрлі сілтемелер жібереді, жаңағы қорлау сілтемелерін. Яғни мысалға бір өзінің суретін салып қойса, ол алатта жаңағы келесі сол зорлық көрсетуші, қорлаушы тұлға немесе оқушы баратта жаңағы неше түрлі комментарийлер жазады. Соны алатта келесі сілтеме арқылы жібереді, оны сыныпқа жібереді. Сосын ол жаңағы табиғи түрде ол адам өзін қорланғанын сезінеді. Жақсы, түсінікті. Енді қараңызшы, біз жалпы кез келген контентті қарасақ та, бүкіл жерге қарап отырсақ та, буллингке тап болған адамдарға көбірек көңіл назар аударып жатамыз да, бірақ енді агрессорлердің сол қысым көрсетуге баруына көбінесе не түрткі болады сонда? Ол өте терең, оны зерттеу керек. Өйткені мысал үшін бір баланы алайық. Агрессор ол жалпы өзінен өзі агрессор болмайды ғой. Ол отбасында тәрбиеленеді, ол бақшада тәрбиеленеді. Сосын ол жаңағы мектеп қабырғасында тәрбиеленеді. Одан кейін жоғары оқу орнында. Яғни бұл сол агрессордың түпкі шығу тегі сол отбасынан басталынады негізінде сипат. Ол неге? Өйткені мысал үшін отбасында ата-анамен қарым-қатынасы дұрыс болмауы мүмкін. Жақсы, енді біз буллинг туралы әңгіме айтып жатырмыз ғой. Осы буллингпен тікелей бірге қатар жүретін егіз ұғым ретінде моббинг деген ұғым бар. Осы буллинг пен моббинг екеуінің айырмашылығы не? Соны
ажыратып буллинг өтсеңіз. дегеніміз жаңағы бәріміз айтып жатырмыз ғой, дискриминация, яғни қорлық көрсету, яғни бір тұлғаның ортаға немесе бір адамға қорлық көрсетуі. Ал моббинг деген ол сол буллинг өсе келе жаңағы адамды жинақталады. Мысалы агрессор оқушы болады, одан студент болады, сосын міндетті түрде бітірген соң ұжымға келеді, яғни жұмысқа орналасады. Моббинг деген сол жұмыстағы адамның қорлық көруі. Жаңа әңгімемізді бастаған кезде өзіңіз де сөзінің басында айтып кеттіңіз, жалпы бұл термин бертін келе пайда бола бастады дедіңіз. Енді қараңыз, бұған дейін, яғни әлеуметтік желі кезінде кибербуллингтің бұрын, мәселен, түрлі деңгейдегі жаңағы сөзбен қысым көрсету, не болмаса жаңағы физикалық қысым көрсету деген бұрын да болды. Бірақ адамдарда сол кезде буллингке қарсы қандай да бір иммунитет болды ма? Не себепті қазір біздің психологиямыз тым әлсізденіп кетті? Жалпы негізі сіз айтып жатқан жаңағы біздің қазіргі кездегі психологиямыздың әлсіреуінің себебі бұл әлсіреді деп те айтуға болмайды. Неге? Өйткені күресіп жатыр ғой, мысалға, сол нәрсемен қазіргі психологтарда, ғалымдарда, медиктерді былайша айтқанда. Ал бұрын неге аз болды дейсіз кибербуллингтің, немесе жаңа буллингтің сипаты бұрын аз болды. Бұрын өйткені бізде ақпарат заманы болған жоқ, ең бірінші. Сосын үлкенді тыңдау, үлкеннің тәрбиесін алу, үлкенді сыйлау, сол жаңа ата мен әженің қолында тәрбиелену, соның барлығы қандай да бір құпия сипатта. Яғни болды, бірақ біз дәл қазіргі уақытта болды, бірақ қазіргі кездегідей ашық түрде болған жоқ та. Оны болмады деп, бұрын болмады, қазір көбейіп кетті. Жоқ, ол болды, дұрыс, болды ғой. Мен болмады деп айтып жатқан жоқпын. Болды, бірақ адамдарда сол буллингке қарсы қандай да бір иммунитет болған сияқты. Өйткені психологиясы қарсы тұрды дейсіз. Атам мені ұрысты екен, не болмаса әжем маған қандай да бір қысым көрсетті деп асылып қалып, не болмаса тағы да басқа деген сияқты дүниелерді мүлдем көп кездестірмедік та. Ал қазір жай ғана біреу хейт етеді, жаңағы әлеуметтік желіде маған хейт жасады, енді мен өмір сүргім келмейді деген сияқты дүниелер тым көп болып кеткен сияқты. Мен сол нәрсені түсініп жүрмін. Ол да бар. Ол бір жағынан қоғамның әлсіреуі деп те айтылады ғой, қазір көбінесе қоғамның әлсіреуінен, сосын адамның белгілі бір кішкентай ғана болсын қиындықтарға шыдап төтеп бере алмауынан. Бұған психологтардың тым көп болып кеткендігі әсер етеді деп ойлаймын. Ол да әсер етеді. Өйткені мысалға бір оқушыны алайықшы, ол айтады, мен мектептегі психологым осылай айтты дейді. Сосын ата-анам алып барған психолог былай айтты, мен қайсысын айтқанын істеймін. Мысалы сол да әсер етуі мүмкін да. Өйткені бір нәрсенің бір тұжырымы болса, бір шешімі болса, адам соны ғана істейді ғой. Ал жаңа сіз айтқандай жан-жақты болып кеткендіктен ол да әсер етуі мүмкін. Жақсы, түсінікті. Енді мына мәселеге тоқталып кетейікші. Біз буллингтің бар екендігін, оның агрессорлар қандай екендігін, оған қандай адамдар тап болатындығын айтып кеттік. Бірақ енді неше түрлі адамдар бар ғой. Әсіресе енді буллинг көбінесе балалардың жасөспірім кезінде көбірек қолданылатын болғаннан кейін іштей тынып, өзінің ойын ашық айтпайтын балалар көп. Ол балалардың не болмаса қасымызда жүрген жандардың буллингке түрлі қысымға ұшырап жатқандығын қалай анықтап олсақ болады? Жалпы осы буллингке тап болатын кезең ол 3-ші сынып пенен 8-ші сыныптың арасы. 3-ші сынып деген ол былай қарап тұрсаңыз өте әлі кішкентай деп ойлайсың ғой. Бірақ былай қарасаңыз ол қазіргі кезде міндетті түрде уже 3-ші сыныптан басталады олар. Ол жаңа сабаққа деген құштарлығының өшіп қалуы, жаңағыдай белгілі бір іс-шара өткізілетін болса, ол жерде өзін көрсетпеуі, сосын отбасында бір сұрақ қойсаң, агрессиямен жауап беруі, сосын жалпы қоғамнан өзін оқшаулануы ол білдіреді, бірақ ол бала айтпайды ғой, маған мына бала кеп менен әлімжеттілік көрсетіп жатыр, мені осылай қоқан-лоққы көрсетті, менен ақша талап етіп жатыр деп ол айтпайды ғой. Ол бәрін жасырын түрде өзінде ұстап жүреді да, бір күні ол жарылады деген сөз. Енді осыны айтпаған кезде демек қандай да бір көмек көрсету керек шығар олар? Міндетті түрде, ата-ана, мысалға, мен айтар едім, ең бастысы қазір кезде ең негізгі нәрсе ол ата-ананың балаға көңіл бөлуі. Енді балалар түсінікті, бірақ ересек адамдар да ұшырап жатады, бәріміз өзіміз де ұшырап жатамыз, мысал үшін. Ондай жағдайда қандай көмектер көрсетуге болады?
Әлде міндетті түрде психологқа ғана соңғы үміт психологқа ғана жоқ психолог сізге мысалы үлкен адамдарды алайық, иә, үлкен адамдардың белгілі бір жаңағыдай буллингке ұшыраған проблемасы болды. Ол жаңағы ұжымға барғысы келмейді, мысалға, енді былай жалпы түрде алайық. Ол жерде әлімжеттік көреді, өзін қорлаған адамды ұнатпайды, сол басшымен ол жұмыс істегісі келмейді, иә. Яғни бұл жерде шешім, мысалға, сіз жарайды психологқа баруыңыз мүмкін, психолог сізге айтуы мүмкін, осылай жаса, осылай жаса, өзіңіздің қарым-қатынасыңызды өзгертіңіз, өзіңізді дәлелдеңіз. Яғни ол шешімнің бәрін шығаратын сіз. Яғни сіз тұлғасыз ғой. Сізде белгілі бір потенциал қалыптастыру керек, өзіңізде ішкі иммунитет қалыптастыру керек. Енді мына мәселеге тоқталып кетейікші. Бәріміз бала болдық, тіпті қазірдің өзінде қатарластарымыз, достарымыз бар, не болмаса тіпті жай ғана таныстарымыздың өзі түрлі никнеймдер қояды балалар бір-біріне. Мысалы үшін кішкене толықтау болса қабақ деген атаулар жасап жатады. Бірақ оны бір агрессия көрсету мақсатында емес, қалжыңдап, не болмаса өзінің бір қандай да бір достық махаббатын жеткізу мәселесінде де айтуы мүмкін да. Бірақ біз ата-аналар болсын, не болмаса сол жас балалар болсын, осыны жаңа буллинг біз қысымға ұшырап жатырмыз деген сияқты дүниелердің көптігінен қалжың мен қысымның ара жігін ажырата алмай қалған жоқпыз. Байқайсыз ба, адамдар өте импульсивный болып кеткен ғой, ашушаң дейді ғой, былайша айтқанда. Тіпті бір өзі ойнап бастайды да, соңынан өзі көтере алмайды. Яғни ол өте психологиялық тұрғыдан әлсіздігін білдіреді адамның. Сосын өзіне жаңағы келген сөзді, өзіне келген әрекетті көтере алмау, неге оны бастайды? Соны адам өзі саналамайды да, өзі сараламайды. Сондықтан адам өзіне келген кезде өзі мықты сияқты көрінеді, қалғандар әлсіз сияқты көрінеді. Яғни бұның барлығы жалпылама түрге алғанда ол психологиялық сауаттылықтың дәрежесін көрсетеді. Дәрежесін жақсы түсінікті. Енді тағы да келесі мәселе. Жалпы қазір енді кибербуллинг деп жатырмыз ғой, әлеуметтік, әсіресе ең көп таралған түрі қазір енді түрлі әлеуметтік желілер пайда бола бастағаннан бері осы. Бұған көбінесе жұлдыздар да ұшырап жатады. Бір жаңағы біреумен тұрмысқа құрса да, не болмаса түрлі бір жаңағы өзінің өнеріне қатысты дүниелерді шығарып жатса да, жарыққа шығарып жатса да, қаптап жатады. Және ішіне кіретін болсаң, кез келген жерде, кез келген контентке кіретін болсаңыз, позитивті пікірге қарағанда негатив өте көп. Енді сіз өзіңіздің басыңызда өзі жаңағы агрессорлардың көбісі отбасында түрлі жаңағы қысымға ұшыраған болуы мүмкін, болмаса қандай да бір тәрбиесінде кемшіліктер болған болуы мүмкін дейсіз да. Сонда жаңағы негативті пікір қалдыратын адамдардың барлығына сондай бір қандай да әсер еткен бе, әлде олардың тағы да көзқарасына басқа да бір қосымша факторлар әрекет еткен бе? Ол тек қана мысалға детский травма демейміз ғой, балалық шақта травма емес. Ол мысалы балалық шағында травма алуы мүмкін. Интеллигентный отбасылар бар ғой, мысалға былайша. Олардың да отбасында, мысалға, олардың отбасынан шыққан бала агрессор болуы мүмкін, олар буллинг көрсетуі мүмкін басқаға. Яғни ол тек қана сол травма алды екен деп, содан ғана пайда болып жатыр деп айта алмаймыз оған. Осы агрессорлармен қалай күресеміз? Және буллингке қарсы адам бойында иммунитетті қалай қалыптастыруға болады? Яғни қалай шешеміз бұл мәселені, сол жайында айтсаңыз? Былай айтақшы, ең бастысы профилактика дейді ғой. Жалпы медицинада бар ғой, сондай профилактика шараларын жүргізіп отыру керек. Арнайы тренингтер өткізу керек, мысалы сынып болса, оқушылар болса. Сосын қазіргі кезде байқайсыз ба, Европа елдерінде кибер мамандар өте көп. Мысалға, олар ақпараттан жаңағы зардап шеге алмайды біздегілер сияқты. Біз мысалға кез келген адам сіз туралы жаман ақпарат шықса, ол кетеді таралып. Автоматически ол кетеді, ол барып жатыр. Оған сіз тосқауыл қоя алмайсыз. Тіпті заң құқық қорғау органдары да осы мәселе бойынша мысалға мен айтар едім өте әлсіз. Ол жай ғана ескерту түрмен кетеді жаңа адам, болды, ары қарай ол кім кепіл бермейді, мысалға келесі жолы анау сізді бопсалап алды да келесі адамға барды.
яғни ол адам қорықпайды құқық қорғау органдарынан, ол тек қана қағаз жүзінде ескерту алуы мүмкін. Сіз көрдіңіз ба осы ақпарат таралғаны үшін анау адам сотталыпты 6 жылға деген, ондай көрген жоқпыз, иә. Ал батыс елдерінде ол бар. Ол әлде қашан ол нәрсе қолға алынған. Вот сол нәрсені біз жалпы осы елде қолға алу керек ең бастысы. Одан кейін жаңағы нағыз тренинг өткізетін мамандарды дұрыс дайындауымыз керек. Қазір мысалға егінің бір тренинг өткізеді. Көп қой өзімнің қалай деймін. Мүмкін фильтр жасау керек шығар, азайтып қандай да бір талап қойып. Вот сондай, негізгі талаптар қойылу керек. Мысалға, ұжымда өткізілетін тренингтің шегі болу керек, оның ауқымды тақырыбы болу керек, оның белгіленген бір формасы болу керек, нақты қалпы дейді ғой, былайша айтқанда, сондай болу керек. Сосын жаңағы подростковый, яғни жасөспірімдік кезеңде өткізілетін тренингтер, былай сол буллингке ұшырайтын кезеңде жаңағы мектеп кездері ғой, сол кезде ең басты профилактика ол мектеп психологымен жаңағы сынып жетекшісі, сол тәрбиеші жөніндегі адамдар. Замия ханым түсінікті. Енді жалпы буллингқа тап болған адамдарды қалай бағыт-бағдар беру түсінікті. Бірақ енді біз агрессорларды да тек бұл қысым көрсетуші, бұл деген қылмыскерден болса, бұл жаман адам деп шетке асырып тастай алмаймыз ғой. Оларға қандай көмек көрсетуімізге болады? Оларды мысалға ол жолға, мен осы жолға түсейінші деп келген жоқ қой. Ол мен агрессор болайыншы деп келген жоқ. Оларды зерттеу керек. Жаңа түп тарихы отбасынан бастап, яғни мысалға психологтар өзімізді айтайық, тек әңгімелесумен басталады. Ол әңгімелесу тестілеуге өтуі мүмкін, одан кейін ол диагностикаға өтеді. Яғни сол барлығын жырымдай келе бір шешім шығаруға. Енді қараңызшы, жалпы бұл буллинг ұғымы, кибербуллинг болсын, моббинг болсын, ол моббистер деп айтып жатармыз, жалпы бүкіл әлемде таралып жатқан дүние ғой. Бірақ осы енді біз тікелей Қазақстанның азаматтары болғандықтан, біздің Қазақстанда да осының белең алып кетуіне біздің ұлттық тәлім тәрбиеміздің ақсаңдауынан деп ойламайсыз ба? Мүмкін, бірақ сіз ұлттық тәлім тәрбие бергенде мысалға біздің осы 2000-нан бері қарай алсаңыз, сіз оларға ұлт жайлы, ұлттық тәрбие жайлы, ұлттың намысын қорғау жайлы енді қабылдау қиын шығар. Сіз қозғап көріңізші, олар қабылдай ма? Олар қабылдамайды, олар түсінбейді ол нәрсені. Яғни оларға дәл қазір қалай болып жүрміз, солай болып қалуымыз керек деген ұғым қалыптасқанда. Ал егер сол 2000-нан жоғарғы санаттағы адамдарға айтсақ, онда олар мүмкін түсінер ме еді ол нәрсені, ұлттық тәрбиелеу деген. Ұлттық тәрбиенің әрине ол көмегі өте зор, өйткені шынымен де біздің қазіргі кезде ұлттық тәрбиеміз өте ақсаңдап, сондай қиын жағдайға тап болып жүрді. Ол даже біз тосқауыл қоя алмаймыз мысалға жастарға, мектеп оқушыларына болсын, студенттерге болсын, ешқандай жаңағы тосқауыл жоқ. Жазалау шарасы жоқ. Сосын жаңағы бір шектеп қоятын белгілі бір шегі жоқ, сен осыны ғана айта аласың, сен осыны ғана жасай аласың деген сияқты. Ал оны сен жасайтын болсаң, ол проблема басқа нәрсеге ауысып кетуі мүмкін. Яғни былайша айтқанда ол өте шиеленіскен мәселе болып тұр. Жақсы, рахмет Зарина ханым, келіп өзіңіздің пікірлеріңізбен тұшымды көпке пайдасы тиер ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Эмоция, стресс, агрессия, тағысын тағы. Термин көп, олардың адамзатқа тигізер зияны да шаш етектен. Бірақ бұлармен күресетін жол да көп. Және оның ең тиімдісі отбасылық жылу, дұрыс коммуникация. Бұл біз жанбасақ, келесі жолыққанша.